Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызда біз Шаттық шеңбері атты өзіміздің серпілу сәтімізбен бастасақ. Ал балалар, Арман, біздің ұранымыз қандай еді? Бастаңыз. Мақсатымыз білім алу. Балалар, бәріміз бірге, жақсы. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбек ету, еңбек ету арқылы жетістікке қол жеткізу. Жақсы, рахмет балалар. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз алдын ала топқа бірігіп отырып алсақ, орнымызды анықтап алсақ балалар, мұнда келіп мынау түсті қағаздарды алсаңыздар. Балалар, жақсы, онда балалар түстердің келесі бетін аударып, кескіндерді құрастырсақ. Жақсы, осы сіздердің кескіндеріңіз арқылы топтарымыздың аты шықты балалар. Жақсы. Бірінші сіздерге балалар оңтүстік Америка материгі. Жақсы. Оңтүстік Америка материгі біздердің жоқ, сіздерде Африка материгі шықты. Жақсы балалар. Африка материгі. Келесі топ сіздерде ұсынылып тұр. Осы топ ережелері арқылы әркім өзі топ басшысын сайлап алсақ. Жақсы. Нұрхан, жақсы. Даниял, жақсы. Сіздерде балалар? Жақсы балалар. Осындай топ басшысын сайлап алдық. Топ ережелерімен танысып шықсақ, топ ережелерін неге сабақта пайдаланасыздар, бір-бірімізге құрмет көрсетіп, бірігіп ынтымақта жұмыс жасау, балалар? Жақсы. Онда балалар, біз өткен сабақта қандай тақырып өттік балалар? Естеріңізде болса? Тақырыптық картографиялық кескіндер. Жақсы балалар. Жақсы. Енді балалар, осы өткен сабақты еске түсірсек балалар, сіздерге сұрақ. Картографиялық кескіндердің қандай түрлерін білеміз? Цилиндр, проекциялардың түрлерін өттік. Жақсы. Келесі балалар, картада мазмұнды бейнелеу түрлерінің қандай түрлерін білеміз? шартты белгілер, шартты белгілер арқылы. Жақсы. қозғалыс белгілері, жақсы. Тағы қозғалыс белгілері арқылы, картасы, жақсы балалар. Рақталарды біз мазмұнына байланысты бөлген болатынбыз. Қалай бөлдік мазмұнына байланысты балалар? Мазмұнына байланысты. Жақсы балалар. Енді осы карталардың мазмұнына байланысты бөлінуін маған біреуіңіз келіп көрсетіп жіберсек балалар. Өткен сабақты еске түсіріп, Арман келе қойыңыз. Жақсы. Арман келе қойыңыз. Жақсы. Сабақтағы картада мазмұнды бейнелеу түрлерінің бірі изосызықтар түрі болатын, балалар? Оны да еске түсіріп жіберсек. Изосызықтар түрлерінің кім көрсетеді балалар? Анықтап, анықтамасын кім көрсетеді? Жақсы, жақсы. Өмірәлі келе алады. Өмірәлі келе алады. Жақсы. Өмірәліге көмектесіп отырайық балалар. Өткен сабақты еске түсіріп.
Кім көмектеседі? Жақсы. Жақсы, қателер шығып жатыр. Жақсы балалар, осы карталарда мазмұнды бейнелеу түрлерінде жаңа изо сызықтармен қатар жаңа сіздер топқа бөлінуде алған түстер қою, қоңыр түс нені білдіріп тұр балалар? Жаңа өздеріңіз таңдаған биік тауларды білдіріп тұр. Балалар, сіздер жасыл түсті таңдадыңыздар. Үлкен ойпаттарды дейді. Жасыл түс ойпаттарды жақсы. Балалар, сіздер қоңыр түсті білдіреді, жақсы балалар. Рахмет онда. Балалар, енді осы біз өткен сабақта негізгі мазмұнды карталардың бейнелену түрлерінің біразына тоқтаған болатынбыз. Енді осыны бүгін қайталап көріп отырмыз. Өткен сабақты еске түсірдік. Енді біз жаңа тақырыбымызды бастамастан бұрын балалар, сіздерге мынадай тақырыбымызды анықтау мақсатында шифрлы сандар жасырып тұрмын. Осы шифрды оқысақ балалар. Жақсы, ойланайық. Көлденең, горизонталь бағытта сандар беріліп тұр, әріптер беріліп тұр. Қандай сөз оқыдық балалар? Жақсы, онда балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыптық карталарды оқу. Сабағымыздың оқу бағдарламасына сәйкес мақсаты географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді. Сабақтың мақсаты кескін картадан географиялық номенклатуралық нысандарды анықтайды. Біз жаңағы өткен сабақпен байланыстырып отырмыз. Сабағымыздың оқу мақсаты айтылып тұр, сіздерге балалар мына жерде көрсетіліп тұр. Яғни номенклатура дегеніміз не балалар? Жақсы, номенклатура дегеніміз жақсы тұрып айтсаңыз. Номенклатура дегеніміз картадағы бір текті нысандар. Нысандар, Олар тек қана тауларда болуы, немесе өзендер тек қана бір ғана нысан. Яғни біз біріктіріп жазамыз, номенклатура нысандарға табамыз, анықтаймыз, оларды жазамыз. Осы номенклатура деп аталады. Енді осы номенклатураларды біз бүгінгі қолдарыңыздағы атластарды, кескін картаны пайдаланып, бірінші топтық жұмысты бастасақ. Балалар, топтық жұмыстан топтық жұмыстарда балалар әрқайсыларыңыздың өздеріңіздің топ атауларыңыз бойынша сол материктегі нысандарды балалар номенклатурасын жасап, және оны кескін картада белгілеп көрсетсек. Жақсы. Сіздерге мынадай нысандардың аты беріліп тұр. Осындай нысандардың аты беріліп тұр. Балалар, осы нысандарды қаратып берсем, сонымен сіздер әрқайсыңыз өз материктеріңізге байланысты номенклатураны құрастырып, және оны кескін картадан көрсетсек. Берілді, тізімдер берілді, номенклатура нысандардың тізімі берілді, кесте берілді. Енді іске сап балалар осы кестені толтырып, оны кескін картада белгілеп отырсақ. Топ басшысы ұйымдастырсақ. Жақсы. Сонымен қатар балалар, сіздерге бүгінгі сабақта осы өздеріңіздің жұмыстарыңызды бағалау мақсатында барлықтарыңызға топтық бағалау, жұптық, жеке жұмыстарды бағалау парағын ұсынып отырмын балалар. Осыны әр жұмыс барысында бағалап отырсақ балалар. Жақсы балалар. Жақсы балалар, бағалау парағын алсақ. Жақсы балалар бағалау.
үміттейтін біз болған қайырлы үміттейтін бізде бар Бүл жақпайды ғой. африканшыда ең бірінші Al kesin kartı. Al балалар, онда уақыт аяқталды. Жұмысты тоқтатамыз. Барлық топ балалар, жұмысты тоқтатамыз. Енді қай топ бірінші бастайды? Жақсы, Африка тобынан бастайды. Номенклатура нысандарыңызды кім оқиды? Топ басшысы? Арман оқиды. Жақсы, Арман оқи қойыңыз. Африкада тауларға Айдахар таулары, Адамова таулары, Кар таулары жатады. Африкада жазықтар жоқ. Каптау, иә, каптау. Балалар. Каптау. Өзендерге Нил өзені, Конго, Замбези, Сенегал, Уванги өзендері жатады. Көлдерге Виктория көлі, Чад көлі, Альберт көлі жатады. Теңіздерге Қызыл теңізі мен Динамика теңізі бар. Шығанақтарға Аден шығанағы мен Гвинея шығанағы бар, және Мозамбик шығанағы бар. Бұғаздарға Мозамбик бұғазы, Гибралтар және Қайырымды үміт бұғазы жатады. Жақсы балалар. Енді кесін картаға белгіледік па, Арман? Топтар белгіледік па? Жақсы, кесін картаға белгіледік, жақсы. Енді осыны біздің тақтадағы кесін картадан көрсетсек. Тақтадағы кесін картадан көрсетсек. Жақсы балалар, рахмет балалар, отыра қойыңыздар. Жақсы рахмет жарайсыңдар балалар. Жақсы рахмет. Келесі топ сіздер Солтүстік Америка тобы, иә? Солтүстік Америка тобы сіздердің кескін номенклатураларыңызды кім оқиды? Өмірәлі оқиды, иә? Жақсы, Өмірәлі. Бізде Солтүстік Америка тауларға Апалач, Лабиринти, Эльберт, Рапсын жатады. Жазықтарға Грант жазығы, сосын Мексика. Өзендерге Миссисипи, Миссури, Юкон, Рио Гранде. Көлдер Ири, Гурон, Мичиган. Балалар, номенклатуралық нысандарды дұрыс оқып үйренеміз. Жақсы, енді әркім жазғасын, қосақталып жазғасын, солай қателер болып жатыр. Мичиган, үлкен аюлы. Теңіздер Кариб, Саргаес, Бафин. Шығанақтар Гудзон, Мексика, Аляска. Бұғаздар Беринг, Гудзон. Жақсы балалар. Енді кескін картаға белгіледіңіздер, иә балалар? Жақсы. Енді осы тақтадағы үлкен кескін картадан көрсетсек. Жақсы, келе қойыңыздар. Даниял, келе қойыңыз. Номенклатура нысаны Өмірәлі, шыға қояйық.
Kim okuydu ballar? Жақсы. Әкем оқи қойыңыз. Еуразия таулары олар Тянь-Шань, Алтай, Гималай, Орал. Жазықтары Тұран, Шығыс Европа, солтүстік Қазақ жазығы. Өзендер Ертіс, Есіл, Хонхэ, Ганг, Янцзы, Сырдария. Жақсы. Көлдер Каспий, Арал, Байкал. Теңіздері Каспий, Араб теңізі, Ақсары теңізі, Жапон теңізі. Шығанақтар Қазақ шығанақ, Бенгал, Аден шығанағы. Боғаздар Карский боғаз болды. Жақсы, иә. Бұғаздар, бірнеше бұғаздар жазуға болатын еді, иә, балалар? Жақсы. Теңіз ғой бұл жерде, иә, балалар? Жақсы. Енді осы сіздердің аталған номенклатураларыңызды кескін картада кім көрсетеді? Жақсы, Нұрислам көрсетеді, иә? Нұрислам, келе қойыңыз. Әр топ бір-бірін бағалау парағына бағалап балын берсе. Жақсы. Жақсы. әрине бұл. Жалпы балалар. Енді балалар, келесі біздің жұмысымыз бұл балалар жұптық жұмыс. Барлығымыз балалар жұптассақ. Барлығымыз жұптассақ. Болдық па жұптасып балалар? Балалар жұптасып болдық па? Енді балалар, жұптасып болсақ, сіздерге мынадай жұмыстарды таратып бергім келіп отыр, тапсырмаларды. Әр жұпқа тапсырмалар берем. Жақсы. Әр жұпқа тапсырмалар беріп жатырмын. Жақсы. Жақсы. Тапсырмаларды алыңыздар. Барлығымызға тапсырма. Кетті, Таня, алып қойып. Жақсы. Онда алсақ балалар, сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Осы 3 минутта жұптасып, жұмысты аяқтасаңыздар. Аргентина, оңтүстігінде Чили. Жақсы балалар, онда уақыт аяқталды, тыныштық сақтайық. Балалар, уақыт аяқталды, жұмыс тоқтатамыз. Енді балалар, менің қолымдағы қар арқылы, қар кесегі әдісі арқылы, қандай жұпқа осы менің қолымдағы шар түседі, сол жұп өзінің жұмысын айтады. Жақсы балалар. Енді ал, бірінші топ қарды менің қағуға дайындалай қал. Ал, кім қақты? Жақсы. Жақсы.
жұмыңыз қайда? Даниял, келе қойыңыздар. Сіздерде қандай тапсырма берілген, Даниял? Қазақстанның пайдалы қазба картасын қолданып, көрсетілген шартты белгілер арқылы кен орындарын анықтаймыз. Анықтаңыз. Біреу балалар тыныштық сақтайық. Бізге мұнай табиғи мұнай түскен, ол Қазақстанның градус аймағы. Шартты белгілер мұнай болып тұрмасының, жақсы. Ор біздің Бақатта, Дасфорда, достарда, Қаратонда, теңізде Қазақстанның батыс Қазақстанның батыс бөлігінде мұнай кен орындары, иә? Жақсы. Жақсы, отыра қойыңыздар. Жақсы. Ал келесі менің қар кесегімді тастап көрейік. Мына топқа. Ал қақпады, иә? Жарайды, тағы бір мен лақтырайын, балалар. Жақсы. Ал жақсы. Біздер? Балалар жақсы. Мен Асылжанға 78. Берілген координаталарды анықтап, кесін картаға түсіріңіз. Координата орнын атын айтыңыз дейді. Жақсы, айта қойыңыз. Менің Мансұрға қоя сұрағым 72 градус солтүстік ендікте және 104 градус шығыс бойлықта орналасқан жерді тауып білсеңіз. Ол Мерчисон деп ойлаймын. Мерчисон ол солтүстік Американың солтүстік шеткі нүктесінде орналасқан. Жақсы. Мен Асылжанға 78 градустар солтүстік ендігінде 104 градусты шығыс бойлығында орналасқан жерді тауып. Меніңше бұл Челюскин ол Еуразияның солтүстік шеткі нүктесінде орналасқан. Жақсы, рахмет, балалар, жақсы. Қолдарыңызда балалар, әр тапсырманың соңында дескриптор тұр. Дескриптор бойынша сабақтың басында сіздерге бағалау парағы берілген болатын. Жақсы, отыра қойыңыздар, балалар. Сол бағалау парағы арқылы жұбыңыз әркім өз бағалау парағына белгілеп отырсақ. Бағалап отырсақ, балалар. Барлықтарыңызға бағалау парағы берілген болатын. Сол бағалау парағына белгілеп отырсақ. Жақсы енді балалар. Африка тобына жақсы балалар. Тағы бір қар кесегін тастасам. Жақсы. Ал, Арман жақсы. Қандай тапсырма Арман берілген сізге? Бізге саяси картадан Боливия мемлекетін анықтап, шекаралық мемлекеттің кесін картада көрсету керек. Жақсы. Боливия мемлекеті оңтүстік Американың орталығында орналасқан, және ол шығысында Бразилиямен, оңтүстігінде Аргентина және Парагваймен шектеседі. Ал батысында Перумен шектеседі. Жақсы, кесін картаға түсірдіңіздер ғой? Жақсы. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Рахмет балалар. Бірден балалар әр жұп бағалау парағына бағамызды беріп отырса. Келесі тағы солтүстік Америка тобына біреуін тастайын, бір допты қарымызды. Жақсы. Жақсы. Тапсырма. Берілген координата арқылы нысанды анықтап, кесін картаға түсіреміз. Дескриптор координатаны анықтайды, кесін картаға түсіреді. Дескрипторды өздеріңіз қоласыздар. Қандай координата? 35 градус оңтүстік ендік және 149 градус шығыс бойлықтағы мекенді анықтаңыз. Бұл Австралия мемлекетіндегі Камбера қаласы. Менің қоятын сұрағым ол 19 градус солтүстік ендік, 99 градус батыс бойлық. Бұл менің ойымша Мехико. Мехико ол Мексикада орналасқан. Жақсы, жақсы. Отыра қойыңыздар. Рахмет балалар. Келесі Евразия тобына қар кесегімізді лақтырсам. Жақсы. Жақсы балалар. Біздің тапсырмамыз Евразия климаттық картасы пайдаланып, Евразия ең суық және ең ыстық жерлерін анықтап, кесін картаға берілген. Жақсы. Ең суық жер Ерсия орналасқан, Якутияда, оймен қойнақталады. Ең суық градус 74,2 ол. Жақсы. Ал бізде ең ыстық мемлекет ол Әл-Азизия. Ол жақта температура 27 градусқа дейін көтерілген. Белгілеп. Жақсы, рахмет балалар. Кесін картаға белгіледік қой, балалар? Жақсы, жарайды. Енді келесі қар кесегін
тағы бір жұпқа лақтырсам, қар кесегін тағы бір жұпқа лақтырсам, жеке жұмысымызды Quizzes платформасы арқылы тест тапсырмаларымен орындасақ. Quizzes'қа енсеңіздер балалар, тездетейік. Quizzes'қа енсеңіздер. Ойынымыз басталды. Oyunumuzda аяқтайық, уақыт аяқталды. Осы тақтада көрсетілген нәтижелер арқылы бағалау парағына балалар өзімізді бағаласақ. Әр тесттің 2 дұрыс жауап 1 балл болып беріледі деп бағалау парағында көрсетілген болатын. Жақсы балалар, аяқтайық, әркім өзін бағаласа. Балалар, жеке жұмысты аяқтасақ, бағалау парағын толтырып қойсақ. Әркім өз-өзін бағалау парағына бағаласа. 2 дұрыс жауап 1 балл береді. Енді балалар, менің қолымда мынадай кескіндер бар, пазлдар бар. Осы пазлдар әр топтан бірнеше бала келіп алсақ, мына жерге құрастырсақ. Келе қойыңыздар балалар. Келіңіздер, ала қойыңыздар. Алыңыздар, келіңіздер. Жақсы, келіңіздер. Ал балалар, жақсы аяқтасақ отыра қоямыз. Отыра қоямыз, жақсы балалар. Отыра қоямыз, аяқтасақ. Қолымыздағы пазл кескінділерден қандай картаның суреті шықты? Қазақстанның картасының суреті шыққан екен. Рахмет отыра балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біздің жалпы тақырыптық карталардың әр қайсысының өзінің бір шындығы бар екен, иә балалар, әр тақырыптық картаның өзінің жаңағы сипаттамалары, өзінің шартты белгілері арқылы бүгін бірнеше тақырыптық карталарды шолып өттік десек те болады. Енді балалар, осы тақырыптық карталарды кейін біз өмірде қандай жағдайларда пайдалана алады екенбіз балалар? Иә. Мысалы біз картаны түрлі, мысалы қаланың ішінде жүрген кезде түрлі Google Maps, жаңағы сондай карталарды біз өзіміздің жүрген кезде қолдана аламыз. Үлкен қалаларда оны пайдаланып жүрміз. Адаспау үшін. Адаспау үшін. Жақсы. Тағы балалар? Ауа райын көргенде қолданасыз. Ауа райын көріп отырасыздар үйде, жақсы. Тағы балалар? GPS сияқты пайдаланам дейсіз, жақсы. Тағы балалар? Әскер болсам пайдаланам, жақсы. Тағы геологтар бар, геолог болам деп жүрген жігіттер. Жақсы, геолог болсаңыздар пайдаланасыздар. Жалпы қоғамның барлық салаларына бұл тақырыптық карталарымыз не екен балалар? Қажет екен. Жақсы онда балалар. Енді балалар, сіздерге мына QR кодты ұсынып отырмын. Осы QR код арқылы сіздер бүгінгі біздің сабағымызға жақсы балалар, онда біздің бүгінгі сабағымызда көпшіліктеріңізге ұнаған екен, Нұрбақытқа қиындық келтірген екен, яғни кейбір балаларға қиындық келтірген, көпшілігімізге, басым көпшілігімізге ұнаған екен. Енді балалар, сіздер
Үйге тапсырма балалар. Қазақстанның физикалық картасын пайдалана отырып, жер бедерін кескін картаға түсіріп, физикалық карта арқылы номенклатура нысандарын жасап келеміз. Кескін картаға түсіріп келеміз. Қазақстанның биік нүктесі қандай еді балалар? Тәңірі. Жақсы. Қанша метр еді? 630. Төмен нүктеміз қандай еді? 132. Қандай? Қарақия. Жақсы балалар. Осы биік төмен нүктемізде кескін картада түсіріп келеміз. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа атсалысқандарыңызға көптен көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.